Meetup Inventor арқылы қосымшаны жариялау және Google Play-ге жүктеу. Жалпы Meetup Inventor бұл жаңадан бастаушыларға арналған платформа болғандықтан, бұндағы күрделі тілдерде үйренбестен өз қосымшаларын жасауға болады. Бұл жерде Meetup Inventor'дың қолжетімділігі, шығармашылығы және практикалық дағдыларды дамытуда үлкен әсері зор, және бұл өте оңай болып келеді. Meetup Inventor құралдары негізінен жалпы Meetup Inventor'дың негізгі бөлімі жалпы дизайн бөлімі және блоктық бөлімнен тұрады. Яғни дизайн бөлімінде белгіленген конструктор арқылы бұл платформа, яғни мобильді қосымшамызға қажетті кнопкаларды, яғни мәзірлерді, сонымен қатар лейблдарды, яғни сонымен қатар аргументтерді қоя аламыз. Бұл аргументтер, яғни бұл дизайналық негізде ол іс-әрекетке жарамсыз болып келеді. Бұл тек қана көрнекілікті айтады. Бірақ та, мысалы, біздердегі блоктық редакторлар, бұл осы дизайнымыз дайындап болғасын блоктық редакторлар режиміне өтіп, біздер өзіміздің әрбір дайындаған кнопкамызды іс-әрекетке жарамды етуге жұмыс жасаймыз. Осылайша біз ең алдымен дизайнды дайындап, блоктар арқылы оны басқаруға мүмкіндік аламыз. Содан кейін біздер оны экспорттаймыз, яғни біздер Meetup Inventor'да, яғни build батырмасы басқан кезде біздерде бұны жүктеп алу мүмкіндігіміз бар. Build, яғни немесе QR код арқылы сот телефондарыңызды тестілеуге болады. Немесе, мысалы, APK файлы ретінде экспорттап, build мәзірінен оны save APK to my computer деп өзіміздің компьютерімізге сақтап аламыз. Осыдан кейін қосымша жайлы компьютерге жүктеледі. Бұл жерде бұл файлдарды Android құрылғысына орнатуға немесе Google Play-ге жүктеуге мүмкіндік болады. Оның өзі бірнеше кезеңдерден тұрады. Тестілеуден өтеді. Google Play-ға біздер арнайы аккаунт ашуымыз керек болады. Ол аккаунт біздерде Google Play девелопері, яғни құрушы ретінде біздер аккаунт ашып, осы аккаунтта біздер студиямыз ашылады. Студияның ішінде соның стандарттарына сәйкесті тапсырмаларды орындаймыз. Сол кезде біздің жүйеге қосымшамыз жүктеледі. Бірақ қосымшаның өзі 24 немесе 48 сағаттың ішінде тестілеуден өтеді. Яғни модерациядан өткеннен кейін барып жариялау мүмкіндігі бар. Бұл жерде Meetup Inventor арқылы жасалған қосымша AB файлы ретінде экспорттау үшін build мәзіріне өтіп save ABV, яғни таңдау қажет. Осыдан кейін қосымша файлды компьютерге жүктей аламыз. Бұл жерде тағы да тоқтала кететініміз Meetup Inventor мүмкіндіктерінің тағы бір несі, бұл визуалды бағдарламалауға мүмкіндік береді. Визуалды бағдарламалау тілін қолдайды. Бұл жерде код жазуының орнына блоктар көмегімен бағдарламаларды жазуды жеңілдетеді. Бұған мысалы бағдарламалау тілі меңгермеген білім алушы немесе қолданушы болса да, бұны меңгеріп өзінің қосымшасын құрушы алады. Компоненттер кітапханасы. Meetup Inventor'да үлкен компоненттер кітапханасы бар. Ол кітапхананың ішінде өзі қарапайым және intermediate, advanced сияқты өзінің деңгейлері бар. Деңгейлеріне сәйкесті олардың қосымшаларының құралдары да артып отырады. Және оқу материалдары қазіргі уақытта өте көп. Университетінің шығарған кітаптар өте көп ға байланысты. Және қосымшаны жариялау, сонымен қатар оның қолжетімділігі өте тиімді болып келеді. Себебі ақысыз негіздегі ұсынылатын мүмкіндіктері жетерлік. Ерекшеліктері бұл Meetup Inventor арқылы бағдарламалауды білмейтіндер де қосымша әзірлей алады. Жылдамдығы, яғни виртуалды, визуалды бағдарламалау тілі код жазуды жеңілдетеді.
бұл көбінесе уақытты қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өзінің конструкциясының тиімділігімен, дизайнның тартылымдылығымен құрастырушыларға қиындығынан қарағанда жеңіл және шығармашылық ойлау қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы Meetup Inventor платформасымен таныс болайық. App Inventor платформасы, яғни App Inventor edu.kz, яғни Create App батырмасын басу арқылы біздер сайтымызға кіреміз, платформаға кіреміз. Бұл жерде сіздерде мүмкіндік бар, яғни Google Gmail аккаунтыңыз болса, Gmail аккаунтыңызбен кіріп, бағанағыдай Meetup Inventor'ның таныс боламыз. Бізде бірнеше Continue батырмасын басайық, қош келдіңіз батырмасы шығады. Сонымен қатар, бұл мысалы біздерде жасалған калькулятор, яғни калькулятордың барлығы да лейблдар, текстбук лейблдар, яғни біздерге мәндерімізді жазуға арналған, яғни бірінші мән, екінші мән, нәтижені басқан. Мына жерде кнопкалар бар, баттон 1, баттон 2 дегендер, бұлардың барлығы біздерде қосу, көбейту, бөлу амалдарын орындайтын. Қалай бұл аттарын өзгертеміз? Аттары біздерде текст деген жерге атауларын береміз. Қосу болса қосу, өзгер отырып. Бұл жерде бізде керегі бөлу амалы болып табылады. Сол сияқты дайындалған аргументтеріміз, яғни компоненттеріміз осы жерде көрініп тұрады. Ал біздегі user interface, яғни қажетті біздерге баттондар, кнопкалар, қажетті кнопкаларымыз, лейблдар, суреттерімізді қоюымызға болады. Password, textword, яғни логин парольдерімізді орнататын кезде барлық мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар, егер де дайындаған жұмысымыз болатын болса, енді бардың қажет емес, delete батырмасын батырып істейміз. Яғни қажет емес компоненттерді delete батырмасы арқылы алып істей аламыз. Сонымен қатар, біздерде енді бұл визуалды беті, оны біздер блоктар арқылы, блоктар батырмасын басу арқылы біздер автоматтандырамыз. Яғни when button click 1, яғни мына жерде дизайнда көрсетілген, бізде button 1, яғни бізде плюс батырмасы. Егер де плюс батырмасын бассақ, do сәрек батырмасын басқан кезде біз label 1 текстімен, label 1 текстімен, label 1, яғни мына жерде бізде label 1-іміз, label 1 нәтижені басқан кезде бізде мына әрекет орындалатыны екі текстінің нәтижесін шығаруымыз керек. Результат мына textbook 1 мен textbook 2, яғни екеуі қосылады деген сөз. Мына textbook дегеніміз бізде де мына textbook 1, textbook 2 осы екеуі қосылу керек. Басқан кезде, кнопканы басқан кезде button 1 бізде плюс. Келесі қадамдар минус, көбейту, бөлу деген сияқты. Сосын button 5, яғни close application, яғни бағдарламаны жауып тастай алады. Өте оңай. Сонымен қатар қазір project бөліміне шығайық. Біз жаңа project'ны құрған кезде бағанағы айтқандай new project батырмасын басамыз. Бұл жерде project'ымыздың атын ағылшын тілде болуы керек, және бұл жерде default
Default деген, яғни біз жерде деңгейін таңдаймыз. Деңгейін таңдау арқылы beginner, intermediate, default, custom деген өзі таңдай алады, қайсысын қоса алады. Бұл жерде профессионалдар өзіне қажеттісін таңдай алады. Алғашқы орындаушылар үшін бұл жер beginner таңдаған дұрыс болады. Жалпы default device, жаңа біздің проектіміз шықты. Енді проектті ашқан кезде жаңа бет шығады. Осылайша мына конструкторларды қойып орындайды. Енді сабағымызды қорытындылай келе, жалпы Meetup Inventor бағдарламалаудың жалпы керемет платформасы. Бұл оның көмегімен кез келген адам өзінің идеяларын жүзеге асыруға және өз қосымшаларын жасауға мүмкіндік ала алады. Рахмет, сабаққа қатысқандарыңызға сау болыңыз.